Қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады? Білмейді. Қазақ ойлайды. Бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрымай мал іздеп не керек? Сол ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып, бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді. Шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап. Бір пәле салып, әйтеуір бірін бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, қызмет қылудан қашып, еңбек қылудан қашып, еріншек атанып, әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Ол көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөзі қалмайсың. Адал еңбекпен жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалғау қылжақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап, ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықта өлімнің өз артық.